Ассалаумағалейкум, әлеумет қауым, қалайық, амансыздар ағайындар. Бүгін Абылайхан атам басына келдік. Міне, мынау сарайын жақындап бітірдік. Қазір міне терезесін салып жатырық. Құдай қаласа осыны есігін саламыз. Осы жігіттермен кеп бәрін істеп жатырық. Міне, қазір мынау шынжырын салдық. Қазір кенжекең тартып көрсетсін, ал кенжеке. Бисмиллахиррахманиррахим. Мұны шығырын орнаттырған. Шығырын тартып су шығарамыз. Су қалай шығады екен. Келген халыққа оңай болады да. Кете берсін. Кете берсін. Міне. Суды бұлай тартып шығаларсыздар. Міне, көрдіңіз бе? Су шығады, аспай құйып аласыздар суды міне. Тамаша. Сіздерге арнап істедік, осы жеңіл болсын деп. Міне кеңіздер, дайындап қойғанды. Мұны шепірладық үстін. Жауыл жігіттер міне. Ақсақалымыз бар арамызда. Қазір мұнан пинелап, бәр тесігін жабамыз. Ішіне шан да кірмейді, қар да кірмейді, басқа да кірмейді. Тап-тазаптарды құдық. Дегенде келген халық осын тазалық ұстаса, халық мүддесі енді. Рахмет, Алла разы болсын. Көп қойып. Ал енді Асылбек, бір-екі ауыз сөз айтып жібер. Мына судың дәмін көріп отырмын. Тамаша екен, керемет. Алла Құдай бұйыртып мынау бізге осы жерде мынау құлығымызды қашан бастап еді өзі? Жазда ғой, жазда. Әр жігіттер келіп мына жерде. Ата жолына біраз жігіттер келіп еңбек етті міне. Кім еді? Есбол деген жігіт бауырларымен келді. Өзіміз міне Нұрғиса бастаған сұңқарымыз бар. Бәріміз осы жиналып, осы құдықты жазы бойы қазып, міне бүгін Алла бұйыртып мынау шынжырында салдық. Ойдағыдай болып жатыр деп ойлаймыз енді. Төбесі де жабылды, сыртқы кірпіші де міне бұл да бір Құдайдың қалауымен осы жерде мынау кірпіш зауыты бар екен. Сол жердің бастығы Мейрам деген жігіт. Сол жігіттен жаңа кірпіш сұрағанда көп ойланбай мынау кірпішті де берді міне. Әйтеуір Құдайдың бір өзінің рет-ретімен бізге осындай жағдайларға көмегі болып жатыр. Аллаға шүкір деу керек. Тәуба, иә. Енді қазір міне есігін қоямыз, қар кірмесін деп. Енді бұл жерге келетін адамдар міне өтінетініміз біздің еңбегімізді бағаласын. Мына жерде міне тазалықпен ұстайық. Есігінің алдында құлып тұрмайды, бірақ та міне осылай міне шелекпен алып таза мынау қауырсынмен суды алып, бірақ бұл қауырсынмен су ішуге болмайды. Өздеріңіздің жеке ыдыстарыңыз болу керек. Тазалық, бұл да бір тазалықтың нышаны. Сондықтан воронка бар дейді, воронка. Сондықтан мен сіздерге айтып отырмын. Воронкасы бар ішінде. Мына су құйғышы бар міне. Осымен міне алған алып келген қолдарыңызда алып келген қауырсындарыңызға осыны қойып, мынамен бүйтіп суды құйып толтырып аласыздар. Ешқандай ластамай, бұл жерде маңайына түкірмей, қақырмай, сондай бір тазалықпен ұстауға тырысайық, қалайық. Енді айтпады демеген не емес, бұл жерде айтып жатырмыз. Бәріңізге мына құлақ қағыс болсын, тазалықты ұстайық. Өзіміз таза ұстасақ, бұл суда тазалық ертең қасиетін жоғалтпайды. Бұл қаншама адамдарға ем шипа болуына бір Құдайдың несі кәміл. Сондықтан бұл жерде Абылайхан атамыздың зиратының басында мына жерде қаншама нұр төгіліп тұр. Сол нұрдың нұрға шомылып біз осы жерге келіп, осы құдықтан су ішіп, содан бір нәр алып отырсақ, қандай тамаша бәріміздің ағзамызға, денсаулығымызға көп шипасы болады деп өзім сенемін. Сондықтан бұл жерде таза ұстауға, осы күннен бастап таза ұстауға тырысайық. Қандай келген халық болсын, осы тазалықта адамгершілікпен ұстауға тырысайық. Бәріміз бір-біріміздің жаңағы еңбегімізді бағалауға тырысайық. Сол айтайын деген халқым. Келіңіздер, осы жерден су алыңыздар. Осы су сіздерге ем шипа болсын. Жалпы тазалықта болсын. Қай жерде үйіңізде болса да тазалықты ұстайсыздар. Сол үйіңіздегідей осы жерде де тазалық болсын. Ал менің айтатыным, ертең айтпады демеңіздер. Ертең алдыма келіп қалып,
осындай сіздер айтпадыңыздар деп кейбіреулер мынау тағы да айтып кететін нәрсе, осы зиратқа келген адамдар, кейбіреулер әйел адамдар бар, жалаңаш дегенде қалай бізде аяқтарында біз енді қазір міне тақуалық киім деп мәсі киеміз, шапан киеміз, орамал әйелдер тағады, ер адамдар бастарына тақия киеді. Сондай немен мынау ер адамдар ғана осы Абылай хан атамыздың зиратының ішіне кіруге рұқсат. Оның өзіне де біз кірмейміз қазір көбінде. Мына сыртын шықырбақпен қоршап қойдық. Оны мал баспасын, адам баспасын деп қойдық. Енді өткенде бір осылай зираттап келген халық ішінде өріп жүр кәдімгідей. Әйелі бар, еркегі бар. Сол кісілерге айта кетейін, келдіңіздер ме, ағаларым атамызды құрметтеп, сыртынан Құран оқып, тілеу тілеп, жаңағы кетсеңіздер болады. Ал ішіне кірмеңіздер. Сыртына ақтық жабамыз десеңіздер, сыртына ақтығын орап кетіңіздер. Сондай тиынды мына жерге тиын жағынан жаңағыда садақа деп кейбіреулер тиын тастап жатады. Оны да істемеңіздер. Ана жерде арнайы біз зираттың қасына жәшік қойып қойдық. Сол жерге жаңағы тиындарыңызды салсаңыздар болады. Иә. Сондай